иә. Бүгінгі біздің психологиялық ахуалымызда метафора әдісімен бастайтын боламыз. Метафора әдісін білеміз, иә, бәріміз әдебиеттегі көркемдегіш құралдардың бірі, яғни заттар мен құбылыстарды не істейді? Астарлы мағынада айтады, иә. Ал енді мен бастаймын, ары қарай не істеймін? Тізбектелген бойынша айтып шығатын боламыз. Мысалы, мен гүлмін, өйткені мен әдемімін. Мен от сияқты жарқыраймын. Мен сағатпын, сағат ұстап тез жүремін. Мен қоян сияқты әдемімін. Мен ай сияқты әдемімін. Мен күн сияқты жарқыраймын. Жақсы. Мен жұлдызбын, жұлдыз сияқты жарқыраймын. Мен ағашпын, мен ағаш сияқты әдемімін. Мен аспанмын, аспан секілді ашық. Тасып шығамыз. Мен бұлтпын, бұлт секілді бір орында тұрмаймын. Мен кітаппын, кітап секілді ақылдымын. Ой, жарайсыздар, рахмет балалар. Олай ашық сабағымызды жоғары деңгейде өткіземіз деген сенімдемін. Орныңызға отырыңыз. Жахидер әулеті үшін Наурыз мейрамының орны ерекше. Салт дәстүрді берік ұстанып, ата-баба жолынан жаңылмаған әулет жыл сайын ұлыстың ұлы күнін көрші қолаңмен атап өтеді. Біз жолдасымыз екеуміз. Жаңа бөліміміз, яғни қазақ халқының әдет ғұрыптары және де салт дәстүрлері. Және де онымен қоса біз Наурыз мейрамымен алдағы уақытта танысатын боламыз. Жаңа бөлім бізде. Енді қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі жаңағы видео түсірімді көрді. Бүгін сонда бізде қандай тақырып болады деп, қандай ойға келдіңдер? Қолымыз көтеріңіз. Ал ойда ғой. Менің ойымша біз бүгін қонақжайлық ата дәстүр деген тақырыпты өтеміз. Жақсы. Дұрыс па балалар? Өте жақсы, иә. Бүгінгі біздің яғни сабағымыздың тақырыбы қонақжайлылық ата дәстүр деп аталады екен. Мәтінді оқыту арқылы көтерілетін мәселені болжау, үстеу туралы түсінік беру және үстеудің мағыналық түрлерімен таныстыру. Түсінікті ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осылай болады екен. Мен бүгін сендерге шаңырақ әдісін бағалауға алып отырмын, иә? Енді балалар қараңдар, алдарында жағы шаңырақ әдісімен пайдаланған бойынша балдарын қойып отырады, дескриптор бойынша. Алдарында дескрипторда тұр. Түсінікті ғой. Бірінші тапсырмаға 3 балл, екінші тапсырмаға 3 балл, үшінші тапсырмаға 4 баллымызды қойып, сабақтың соңында кім қандай балл алғанын білеміз. Мұны топ басшысы өзің қарап бересің, ма? Бере ғой. Көрдіңіз. Шаңырақ, яғни мағынға байланған, ұсталған немесе шаңырақ, дұрыс. Енді бүгінгі сабақта балалар біз осы шаңырақ әдісін ала отырып, не істейміз? Не құрастырып шығуымыз? Киіз үйді құрастырып шығуымыз керек. Бұл киіз үйді құрастырып шығу үшін біз тапсырмаларды орындайтын боламыз. Яғни, бірінші балалар, сендерде қазір шаңырақ әдісінде қарап отырсаңдар, не дайын тұр? Сұрақтар. Кереге, дұрыс айтасыңдар. Кереге, одан кейін оқ, одан кейін не болады? Киіз үйдің есігі болып, өзім айтып қойдым, ба? Жақсы. Енді осы киіз үйімізді әдемі ғып міне құрауымыз үшін тапсырмаларды орындайтын боламыз. Келістік қой? Жақсы. Екі топта отырмыз. Мына жерде Аян мен екеуің жұптасасыңдар. Екеуің жұптасыңдар. Так, Айзере тез-тез кімнің қасына бара ғой, орындығында алып жүр. Гүлизар екеуің, сендер екеуің. Қазір біз жұптық ойын бастаймыз. Енді балалар, бүгін біз, мен бағана айттым, бөліміміз қандай біздің?
отырып тапсырмаларды орындайтын болады екенбіз. Тақтаға қараймыз. Бірінші тапсырмамыз Ханталапай ойыны арқылы не істейді? Жүзеге асады. Яғни, ең бірінші айта кетейін, жалпы суретті көріп отырмыз. Ханталапай ойыны деген қандай ойын? Ане сенеден сұрап көрейінші. Көргендерін, естігендерін, оқығандарың бар ма? Естіген жоқсыңдар ма? Тек телефонда ғана отырамыз, я? Жағы балаларға үлкен жағы ер адам болсын, болмаса әйел адам болсын, жағы қарап аламыз. Нөмірленген болды. Алып па? Жоқ болды, алып қойды. Жақсы. Так, келесі. Нөмірленген асықтан аламыз. Алып па? Болды ба? Жақсы бала. Енді. Мына конвертте сендерге... Бала, тұра тұрмын, мен шатасып кеттім. Қазір қараңдар бала. Конвертте сұрақтар берілген, я? Қазір сол нөмірлерді ұстап отырыңдар. Енді қараңдар, кітаптарындағы қаншасыншы бет еді бізде? 152-ші беттегі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Қонақжайлық ата дәстүр деген мәтінді көріп тұрмыз ғой. Бірінші соны жақсылап тұрып оқимыз. Бір оқушы, сосын сол бойынша осы конверттегі сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ма? Енді онда мұқият боламыз. Ал бізде көркем оқу. Қонақжайлық ата дәстүр. Халқымызда әр адамға кең дастархан жайып, танысын танымасын, қонақжайлылық танытатын әдет ғұрып қалыптасқан. Демек, бұл қасиет біздің халыққа ертеден ұлы бабамыздан қалған ізгі жол екен дейді бұрынғы қариялар. Аталарымыздың осы ұлағаты күні бүгінге дейін бұлжымастан сақталып келеді. Қонақжайлылық танытып, дәм тұз ұсынғанда, туыс туған, бай кедей, әйел еркек, жарлы жақыбай деп бөлмей, бірдей дәм ұсынады. Төріне отырғызып, үйіне қондырып, қолынан келгенше риза етіп аттандыруға күш салады. Қазақ үйлері дәмді, жақсы тағамдарын өздері жемей, қонаққа деп әдейі сақтап отырады. Ішінде конверттегі сұрақты алып, осы мәтін бойынша балалар, қазір не түсіндік? Жұптасып, ақылдасып, біреуіміз тұрып, сол сұраққа жауап береміз. Тездетеміз. Апай, біз дайын. Қолымызды көтереміз. Дайын жұп. Қолымызды көтерейік шықане. Ал. Көркем жауап береміз. Қазақ қонақты үшке бөлген жүйе. Тұрады, бірінші сұрағын оқы ғой. Қанша түрге бөледі? Қонақтың қанша түрі бар? Қазақ қонақтарымызды үш түрге бөлген. Ол арнайы қонақ, қыдырма қонақ, және де құдайы қонақ деп бөлінеді. Ал арнайы қонақ деген қандай қонақ екен? Көркем. Болмаса ару. Жаңа мәтінен оқыдық. Әдейі шақырылған қонақ. Ал келесі құдайы қонақ деген ше? Көркем. Құдай қонақ алыстан келе жатқан және де танымаса да үйіне келіп ат шалдыруды шешкен қонақтарымызды біз құдай қонақ деп айтамыз. Жақсы. Қыдырма қонақ деген ше? Қыдырма. Қыдырма қонақ дегеніміз. Не істейді? Айта ғой. Ол оны аңдып келген шақырылмаса да шақырса да келетін қонақ. Дұрыс па? Жақсы. Келесі. Келе жатқан Абайхан өзі саңқай төре етіп 115 тайын сойған. Ол жер қазір тай сойған деп аталады. Сол жер аңыз болып қалған. Дұрыс, яғни қанша тай сойған дейді? 115. Сондықтан сол жерді қалай атаған екен? Тай сойған деп өте жақсы. Келесі ал жүрсеңдер. Біздің сұрағымыз кісі түсетін үй деген сөз тіркесін қалай түсірсек. Кісі түсетін үй дегеніміз әрине өзінің кісі түсетін үйі болады. Ол мысалға ол үйдің дастарханы кең, ырысты болады ол. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі Каусар. Үйге келген қонақты қалай күтесіңдер? Құрметпен, жайлылықпен және жылы шыраймен күтеміз. Дұрыс. Яғни үйге келген қонақты қалай күтеміз? Құрметпен, жайлылықпен. Тағы не істейміз? Келген қонақты ең бірінші қарсы алғанда не істейміз? дәм татқызамыз. Тағы да
бірінші кірген кезде не істейміз? Сәлемдесеміз. Сәлем амандасамыз, сосын Және киім кигіземіз. Жайлық ата дәстүр туралы айтылған, яғни қазақтың қалай қонақты үш топқа бөлетінін айтылған, және де қалай қонақты күтетінін. яғни тағы да не айтылған? Және де тағы да бұл жерде аңыз Арқау. арқау Болады. Міне біздің киіз үйіміздің керегесі қойылды. Өйткені біз барлық тапсырмаға не істедік? Жауап бердік, бүдірмей жауап бердік. Дұрыс па балалар? Енді алдыларында тұрған істейміз, қоймаймыз, бірақ әділ болсын балалар, бағалауымыз. Қойдық па? Жақсы. Енді балалар, бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші жаңағы тілдік тұрғыда, яғни грамматика жағынан біз бүгін үстеу туралы не істейміз? Өзегін қолға жетеміз. Ал енді кітапты сапырмаймыз, сендерге бір сұрақ. Біз жалпы осы 6-шы сыныпта нелерді өтіп жатырмыз? Сөз таптарын, дұрыс. Яғни қазақ тілінде неше сөз табы бар? Тез. Неше сөз табы бар? 9 сөз табы бар екен. Қандай? Жоқ, үстеуді әлі өткен жоқ. Яғни біз сөз таптарының ішінде жағы 5 түрін өттік. Бүгін біз 6-шы түрі үстеуді өтетін боламыз. Енді үстеу дегеніміз не бала? Үстеу дегеніміз, яғни іс-қимылдың, тыңдаймыз, іс-қимылдың мекенін, мезгілін, қимылын, мөлшерін білдіреді екен. Түсінікті ма? Енді қараңдар. Үстеу, мұқият қараймыз, қазір сол бойынша тапсырма орындаймыз. Үстеуіміз құрамына қарай негізгі, туынды, күрделі болып үшке бөлінеді. Бұл құрамына қарай. Негізгі үстеулер тек қана неден жасалушы еді? Негізгі түбірден, дұрыс, түбірден жасалады. Ал енді жағы туынды үстеулер қалай жасалады? Жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Дұрыс, яғни түбірге жұрнақ арқылы жасалады. Ал жағы күрделі үстеулер, олар екі сөздің бірігуінен немесе тіркесуінен арқылы жасалады. Мына жерде міне балалар алдыларында жағы мысалдар тұр. Мысалы, негізгі үстеуге біз тез, ақырын, әдейі, жоғары. Туынды үстеуге міне осыншама, жорғадай, яғни бұл жерде жұрнақтар жалғайды. Ауызба ауыз, қосарлану арқылы жасалып тұр. Ала жаздай. Міне бұлар қандай үстеулер дейміз? Бұл күрделі үстеулер дейміз. Енді ары қарай кеттік балалар. Міне, енді жағы біз құрамына қарай тоқталдық. Енді үстеулер бізде мағынасына қарай 8 түрге бөлінеді екен. Бірінші түрі мезгіл. Айтайықшы. Мезгіл. Қалай, қайдан, қанша. Түсінікті ма? Жалғыз. Енді олай болса балалар, келесі тапсырмамыз біздің жеке жұмыс. Ойын дейміз, не ойында, бұл ұлттық ойын жалпы. Құстал деген мысалы атпен шауып баратқан жер кезінде Құстарды барлығы үстеулер. Енді осы үстеулерге сөйлем құрайсыңдар. Бірақ сөйлемдері қандай жай сөйлем болмас, кәдімгідей күрделі ауқымды сөйлем болсын. Түсінікті ма? Қазір бұны бірінші дәптерімізге жазамыз сөйлемімізді. Сосын оқимыз, оны тыңдап аламыз. Оқимыз, сосын бар кім оқып болғаннан кейін жағы шақырамызда байлайтын боламыз. Түсінікті ғой? Ал, түске сәт. Болғанымыз қолымызды көтереміз, болғанымыз қолымызды көтеріп, дәптеріміздегі сөйлемімізді оқып тезірек мына жаққа істейміз, жапсаңыз. деген кітаптар бар. Менің үйде көптеген кітаптар. Бұл жерде үстеу қайсысы? Үстеу көп деген. Көп деген, Ал енді қандай сұраққа жауап береді сол үстеу? Қанша? Тез келе ғой. Дұрыс. Ой, қалай деген сұрақ? Қалай деген келе ғой. Келесі. Інжу. Жетмеймін. Қашан, жақсы келе ғой. Мирас. Маған әдейі көп кітап әкеліп берді.
тұз салу өте Тұз салу өте оңай ойындардың бірі. жақсы келеді. Так, келесі. Бұл жердегі. Жақсы келеді. Келесі. Қапсар. Ағылшындар Қазақстанға келіп қазақша үйренді. Бұл жерде істеу қазақша. Қандай сұраққа жауап береді? Қандай? Келесі. Мен маған берілген сөз амалсыздар. Мен бүгін амалсыздар мектепке бармадым. Қайда? Жоқ, амалсыздан. Амалсыздар. Қайда қалай? Қалай жақсы келеді. Тағы да бар ма кім алды бізде? Айзере. Мен жоғары көтердім. Бұл жерде жоғары. Кездесті. Иә, жақсы жарайды. Рахмет, Гүлиза. Келем. Жақсы ғой. Кішкене өзге болғаннан кейін біреуін жауап береміз, қолымыз қойды. Кім жауап берген жоқ? Мирас айта қойшы. Бұл жамбы ату деген ойынымыз садақ ату ойыны. Иә, не істейді? Балалар аттың үстінде отырып садақ атады екен. Яғни нысанаға көздейді, иә? Нысанаға көздейді. Жақсы, өте жақсы. Енді қызыл, сары, иә? Енді осы жерден бірінші топ қандай түсті таңдаймыз? Қызыл түсті таңдаймыз. Ал екінші топ сары, иә? Міне бірінші топ бізде қызыл түсті, ал екінші топ сары түсті таңдады. Енді балалар, бұл жағы қызыл мен сарының артында тақырып, белгілі бір тақырып берілген. Иә, жағына тақырып. Сол салт дәстүрге байланысты. Сол бойынша мәтін құрап жазамыз. Бірақ мәтіннің ішінде үстеулерді қатыстырамыз. Балалар. Кітаптарында да тұр, болмаса мына жерде жаңа айтып кеттім ғой, міне мысалдар, соларды қолдануға болады. Сендерге қызық. Ал іске сәт алдыларында тұрған топтық жұмыс ұйымдасып, тез жазамыз. Ұйымдасамыз кішкене. Қандай тақырып сендерде? Сендерде? Жақсы. Топ. Балалар, 7 минут беремін, тездетеміз, бірақ берем болды. Айзере алды, е? Жақсы, бұл тапсырмамызды біз сәтті аяқтадық. Енді не істейміз біз? Киіз үйіміздің есігін орнатамыз. Ал сендер болса, бағалау әдісі бойынша, шаңырақ әдісі бойынша өздерінің алған балдарыңды қойсаңдар болады. Киіз үйіміздің есігі дайын болды. Балалар, 4 балл. Соңғы тапсырмамызға 4 балл, иә? Кім толық жауап берді? Болмаса кім белсенді болды? Әркім өзі біледі ғой. Қойдық па балымызды? Кезекпен Болды, иә? Дұрыс па балалар? Екінші топ дұрыс па? Қолданған үстеулер дұрыс па? Жақсы. Келесі екінші топымызға сөз берейік. Бізге берілген тақырып ол тұсаукесер. Тұсаукесерде тұсаукесу сәбидің қаз тұрманынан жығылмай сүрінбей тез жүруі үшін жасалатын ырым. Арнайы дайындалған жіппен баланың аяғын байлайды. Ала жіппен кесу себебі болашақта бала басқа біреудің ала жіпін аттамасын деген үмітпен жасалады. Тіпті кейде елге үлгі адамға да кестіреді. Тұсаукесерде адамдар емін-еркін отырады. Жақсы. Яғни бұл жердегі үстеулер, қандай үстеулерді қолданыңдар? Гүлизар, оқыды, Гүлизар. жығылмай, сүрінбей тез, сосын арнайы емін ерлігі. Дұрыс па балалар? Келісеміз ба? Жақсы, отыра қойыңдар. қарай нешеге бөлінеді күшке. Қандай? Негізгі қуырдық күрделі. Жақсы. Келесі. Ару. Күрделі үстеу дегеніміз не? Күрделі үстеу дегеніміз сөзді біріктіру арқылы жасалған сөйлем. Дегеніміз бар, есігіміз бар.
киіз үйіміз міне дайын болды. Енді балалар бізге кері байланыс ретінде мен сендермен бүгін шашу әдісін алып отырмын. Шашу әдісі, яғни біздің үйіміз дайын болғаннан кейін не істейміз? Шашу шашамыз, дұрыс, иә? Қонақтар келіп не істейді? Шашу шашады екен. Қоныс той, дұрыс, қазір біз қоныс тойын тойлаймыз, иә? Олай болса балалар, қазір мен сендерге шашу әдісі арқылы, яғни әр топқа мына жерде бір кәмпиттен аламыз. Сол жерде сұрақтар жасырылған, сол сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі тақырып бойынша. Біз бүгін қандай сөз табын өттік? Үстеу. Сол үстеу бойынша не істейміз? Жауап береміз. Кім дайын? Тез. Ал бүрке басып, бірінші сұрағын көріп. Менің сұрағымда туынды үстеуге мысал келтір. Туынды үстеу деген сол екі сөздің бір келтір. Мысалы, орысша, қазақша, қыстай. Енді қара, бұл қандай үстеулер? Туынды. Сонда не арқылы жасалады? Қосымша арқылы жасалады. Қосымша журнал. Жақсы. Келесі кім дайын? Мына топты бітіріп алайық па? Келі, Айзек айта алайыз. Негізгі үстеу дегеніміз не? Негізгі үстеу дегеніміз ол морфологиялық бөлшектеуге келмейтін сөздерді біз негізгі үстеу деп атаймыз. Яғни ол неден тұрады? Ол Түбірден. Қандай ол? Мысал келтіре қойшы. мысалы кеше Бұрын, жақсы. Қарай нешеге бөлінеді? Үшке бөлінеді. 5-ге сегізге бөлінеді. Жақсы, браво. Келесі. Айгер. Яғни, не істейміз? Сабақта бізде қиындық туғызған, құнды болған, және де Маған құнды ештеңе болмады және қиындығы да ештеңе болмады. Маған қызықты болғаны маған Қызықты үстеудің құрамы деген бәрі оңай болды. Одан кейін үшіншісі құнды болған ол үстеудің құрамдарын білу. тағы да бірінші топтан тездетеміз. Яғни балалар, бүгін біз қонақжайлық туралы сендерге түсінікті ма? Үстеулер туралы ой басқа жақта отыр осы. Тез оқып айтамыз. Маған қызықты болған ежелдегі салт дәстүр қонақжайлықты білу қызықты болды. Маған барлығы оңай болды, яғни ешқандай қиындық туған жоқ. Ал маған өте құнды болған ол үстеу ережесі. Яғни мен оны меңгеру. Болдық па балалар, тездетіп алайық. Уақытымыз кішкене шектеулі, тездетіп жапсырамыз. Болғанымыз, оқымай жапсырамыз. Қайда деген сұрақтарға жауап береді. Қалай, қайда? Жақсы отырамын, келесі. Туынды үстеулерге мысал келтір. Мысалы, орысша, қазақша, адамша, осыншама. Жарайды, жақсы, келесі. Үстеу дегеніміз не? Үстеу деген қимылдың, іс-әрекеттің түрлі белгісін Несін білдіреді? қимылдың мөлшерін, мезгілін, мақсатын білдіреді. Жарайсың, өте жақсы. Келесі. Негізгі үстеуге мысал келтір. Бұрын, кеше, ақырын, тез. Жақсы, келесі. Туынды үстеу дегеніміз не? Туынды үстеу дегеніміз түбір және жұрнақтан тұратын сөздерді туынды үстеу деп аталады. Яғни түбірге жұрнақ жалғасады. Балалар, біз жалпы кері байланыс ретінде не істедік? Міне, осы балаларымды жақсы сабақтан қойдым. Енді үйге тапсырма балалар. 152-ші беттегі 5-ші тапсырманы жазып аламыз. Рахмет балалар, сендерге бүгінгі ашық сабаққа қатысқандарына.